Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дауыс естіліп тұр ма? Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Осыны таппай отырмын ғой. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Амма ба'д. Рабби шрах ли садри ва яссир ли амри вахлул уқдатам мин лисани яфқаху қаули. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті қыздар, апайлар, қалдарыңыз қалай? Алла Тағала разы болсын. Иншалла күтіп осылай уақыттарыңызды бөліп отырғандарыңызға Алла Тағала иншалла осы семинарымыздың бүгінгі екінші күнінде пайдалы етсін. Бастысы Алла Тағала жүректерімізді ашып, өзіне деген махаббатты, өзін тануға деген жүректерімізді ашсын деп тілейміз. Бүгінгі тақырыпқа жаңа дайындалып отырып сіздерге уақытты ұмытып кетіппін. Шыны керек. Өйткені айтатын нәрсе өте көп, бірақ мен сіздерге енді барынша қыздар нені берем? Барынша мен сіздерге осы жаңағыдай барынша мен сіздерге кіріспелерін берем. Енді шамам келгенше осы 1 сағат эфирдің ішінде ары қарай өздеріңіз дамытасыздар деген үміттемін иншалла. Шүкір, жақсымын қыздар. Мен бүгінгі тақырып біз сторизден де көрген шығарсыздар, және де бүгінгі тақырып біз сіздерге айтып жүрген неміз Аллаға деген махаббат деген тақырып. Яғни көпшілігіміз біз Алланы білеміз, Алла Тағаланы Алланы жақсы көреміз деп айтамыз, бірақ Алла Тағаланы шынайы жақсы көру қалай болады екен? Алла Тағаланы жақсы көрудің белгілері қандай? Алланың сізге деген махаббатының белгілері қандай? Міне осы тақырыптарды барынша кеңінен қорғаймын, яғни барынша кеңінен айтуға тырысам. Міне бүкіл танау басқа кітаптарынан да дайындалдым сіздерге, бірақ барынша сіздерге иншалла қолымнан келгенше тырысамын. Қандай кітаптар деп сұрамай қойыңыздар, себебі бүгінгі кезде ол кітаптар шығарылмайды, шығарылымда жоқ. Бірақ имам Азалидің жүрек сырлары, жүрек қандай еді, атын ұмытып қалдым ол кітабының. Жүрек сырлары ма еді? Сол кітабынан оқысаңыздар болады сіздерде иншалла. Енді бүгін мынандай сұрақтан бастағым келіп отыр сіздерге эфирді. Жалпы Аллаға деген, жалпы махаббат деген сөздің өзі не деген кезде? Махаббат дегеніміз бұл не деген кезде? Бұл жүректің бір нәрсеге берілуі. Жүректің бір нәрсеге берілуі, яғни өзін толықтай сол нәрсеге арнап, сол нәрсенің ішінде жоқ болып кету дегенді білдіреді. Мысалы, кейбір қыздар бар, кейбір келіншектер бар, күйеулеріне немесе жігіттеріне ғашық болған кезде соның артында ол не істеп кетеді? Еріп кетеді, былай айтқан кезде жоқ болып кетеді, көрінбей кетеді. Тура сол секілді махаббат деген ол өзіңнің
полный растворяться дейді ғой, былай айтқан кезде. Сол нәрседе өзіңді не істеуің, жоғалтуың, былай айтқан кезде сол нәрсенің ішінде батып кетуің екен. Сондықтан бұл махаббатты ең үлкен махаббат, ең жоғарғы махаббат, біздің ең жоғарғы жаңағыдай батып кетуге тұрарлық махаббат, бұл Аллаға деген махаббат болып табылады екен. Себебі, егер де бізде Аллаға деген махаббат болмайтын болса, онда біздің құлшылықтарымыздың бәрі не болады? Бос болады, немесе бос емес, ләззатсыз, рахатсыз болады екен. Енді осы жерде мен сіздерге мынандай сұрақ қойғым келіп тұр. Сіздер тез-тез жауап беруге тырыссаңыздар. Жалпы кез келген адамның құлшылығы, мысалы біздің оқып жатқан намазымыз, ұстап жатқан оразаларымыз қабыл болу үшін бізге ең бірінші қандай шарт керек? Құлшылығымыз біздің қабыл болуы үшін ең бірінші қандай шарт керек? Қыздар, жауаптарыңызды күтем, смайлік емес, жауаптарыңызды күтем. Ассаляму-алейкум, уалейкум-ассалям деген сөздерді жазып, уақыттарыңызды кетірмеңіздер. Ол жамандық емес, бірақ уақытты кетірмеңіздер, иншалла. Қыздар, сұрақ, ниет, ықылас. Алдыңғы эфирлерде біз айтқанбыз. Яғни біздің ең бірінші амалымыздың қабыл болуына қандай шарт керек екен? Ниет керек. Және де шариғатқа сай болуы. Яғни менің намазымның қабыл болуы үшін маған шынайы ниет керек, және сол намазымды мен шариғатқа сай Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үйреткеніндей оқуым керек болады екен. Енді осы жерде қараңыздар, біз барлығымыз шынайы ниеттен намаз бастаймыз. Біз барлығымыз не істейміз? Жаңағыдай шынайы осы Алла үшін үстем, Алла үшін битем деп жаңағыдай шынайы ниеттен бастаймыз. Яғни ешқайсымыз біз барып не істемейміз, өтірік істемейміз негізі, бірақ ол ниет не істейді? Кейде өзгеріп отырады, немесе кейде бұзылып кетеді деген секілді. Бірақ қараңыздаршы, кейбір амалдарды біз істейміз, бірақ одан ләззат алмаймыз. Бірақ ниетіміз шынайы. Мысалы, бүгін эфирде бір кісі звондады, Асларнада болған кезде, мен ата-енеме бәріне жаңағыдай қызмет етем, ақыларын берем, бірақ не істеді? Бірақ олар маған ақымды бермейді. Сол үшін мен кейде оған ренжимін, немесе кейде менің ішімнен ашу туады деп айтты да. Бірақ ол кісі шынайы ниетпен ол амалдарды жасап жатыр. Онда неге біз шынайы ниетпен амал жасап жатамыз да, бірақ ол нәрседен шаршап қаламыз? Қалай ойлайсыздар? Мысалы, сіздер намаз бастаған кезде барлығымыз біз шынайы ниеттеніп, тазарайын, Алланың парызын орындайық деп бастаймыз, Ал неге онда біз кейде соңына жетпей тастап кетіп жатады, немесе кейде қаза қылып жатамыз, немесе кейде жартысына келгенде шаршап қаламыз, Неге? Егер де біздің шынайы ниетіміз, ықыласымыз бар болып тұр. Мысалы, мен ниет еттім, таңертең таң намазына тұрамын деп, бірақ та тұрамай қалдым. Будильникті естідім, бірақ жаңағыдай ерініп тұрмай қалдым. Онда не нәрсе бізге кедергі болып тұр? Қалай ойлайсыздар? Иман әлсіз, намазын оқығанда ойын басқа жаққа ауа береді. Неге сол? Бірақ біз шынайы ниетпен бастаймыз ғой оны. Мысалы, шынайы мен намаз оқиым, шынайы өстем, шынайы садақа берем деп, бірақ соңына жете алмай қала береміз. Адамнан бір нәрсе күткеннен соң Алланы дұрыс танымағандықтан махаббаттың болмауы. Жоқ, сіздер шынайы ниетпен бастап тұрсыздар оны, Алла разылығы үшін істеймін деп. Бірақ соңына көбіне не істейміз? Жетпей қала береміз. Енді осы жерде мынадай нәрсе бар екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям хадисінде былай деп айтады. Қараңыздар, хадисінде былай деп айтады. Мүміннің жүрегіндегі иман ол құсқа ұқсайды дейді. Мүміннің жүрегіндегі иман ол құсқа ұқсайды деді. Оның екі қанаты үміт пен қорқыныш, ал басы махаббат деді. Кішкене сіздерге жақсырақ көрінетін шығар, Яғни не деді? Екі қанаты мына жерде үміт және қорқыныш,
ал басы оның махаббат деді. Енді осы жерде сіздерге сұрақ, құрметті қыздар. Мынау жалпы салынып тұрған құс біздің иманымыз деп ойлаңыздар. Осы иманымызды біздің қуаттап тұратын үш нәрсе бар екен. Осы үшеуінсіз біздің иманымыз дұрыс болмайды екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы иманды бізге неге теңеді? Құсқа теңеді. Құстың қос қанаты ол қорқыныш пен үміт, ал басы махаббат деді. Енді сіздерге сұрақ. Құс қанатымен не істейді? Немесе құс өзін жейін деп жатқан нәрселерден, яғни жаңағы жыртқыш аңдардан қалай құтылады? Ол не істейді? Ол ұшып кету арқылы не істейді? Қанаттарымен құтылады екен. Ал енді егерде құстың бір қанаты, мысалы айталық, сынып қалды. Не істейді ол құс? Ол құс өздеріңіз де біліп отқан шығарсыздар, ұша алмай қалады да жыртқышқа не істейді? Жем болады. Яғни қанатсыз ол не істеуі мүмкін? Өмір сүруі мүмкін, бірақ ол негізгі мақсатын орындай алмайды, немесе дұрыс орындай алмайды. Яғни жаңағыдай дұрыс ұша алмайды екен. Бірақ ол тірі болады. Яғни адам үміті жоқ болса, немесе тек қана қорқынышпен бір нәрсе істеп қойса, Алла жазалайды, Алла мені тозаққа салады деген қорқынышпен, немесе керісінше, ой, Алла кешіреді ғой деген сияқты үмітпен өмір сүретін болса, ол өмір сүруі мүмкін екен. Бірақ ол нәрсе ұзаққа жетпейді. Немесе ол нәрсе толық қанды болмайды екен. Ал енді не нәрсе оны толық қылады? Неге Алла Тағала құстың басын махаббатқа теңеді? Яғни қараңыздар, құстың қанатын шауып тастасақ дедік, бір емес тіпті екі қанатын шапсақ та, ол әйтеуір өмір сүреді. Дұрыс па? Негізгі мақсатын орындамайды, дұрыс ұша алмайды, бірақ ол тірі болады. Ал енді құстың басын шауып тастаса ше? Құстың басын шауып тастаса, ол қанша уақыт, мысалы тауықтың басын кесіп тастаса, немесе құстың басын кесіп тастаса, ол қанша уақыт өмір сүруі мүмкін? Қанша уақыт өмір сүреді құстың басын кесіп тастаса? Қанатсыз ол өмір сүру мүмкін, тірі болу мүмкін дедік, бірақ негізгі мақсатын орындамайды, ұша алмайды. Ал бас жоқ болса ше құс? Өледі, тез арада ол өмір сүруін тоқтатады. Ол не деген сөз? Егерде, біздің иманымыз дедік қой, егер біздің иманымыз осы қорқыныш пен үмітке, әсіресе ең бірінші махаббатпен болмаса иманымыз, онда ол ұзаққа бармайды екен. Құс қалай жаңағыдай басын жұлбаса өліп қалатын секілді, біздің иманымыз да не істейді екен? Өліп қалады екен. Яғни өліп қалады дегені сөніп қалады, немесе иманымыздан айырыламыз деген сөз екен. Яғни бұл жерден нені көреміз? Біздің шынайы ниетіміз мықты. Оқуым керек мен қалайда намаз, ол парыз ғой деп оқимыз. Бірақ ол намазға деген махаббатымыз болмаса, ол жаңа намазды парыз етушіге, яғни Аллаға деген махаббатымыз болмаса, біз ұзаққа бармайды екенбіз. Енді осы жерде мысал, дүнияуи мысал келтірейік, ақылы мысал. Сіздің балаңыз математика пәнінің мұғалімін жақсы көреді. Бірақ математика пәнін жек көреді. Ал балаңыз қазақ тілін жақсы көреді, бірақ апайын жек көреді. Ол не істейді осындай жағдайда? Математика пәнінің апайын жақсы көргені үшін ол не істейді? Математиканы да жақсы көреді. Математика пәнінің апайына ұнау үшін математикадан қосымшаға барады. Математиканы үйренеді. Бар мақсаты жаңағы апайының көңілінен шығуда. Өйткені ол апайын жақсы көреді. Ал қазақ тілі апайын жек көргендіктен ол пәнді де жек көріп кетуі мүмкін. Ол оқуы мүмкін қазақ тілін. Мысалы сіз оқы дегеннен, немесе әйтеуір сүйреп өзін баға үшін оқуы мүмкін. Бірақ одан ол не істемейді? Ләззат алмайды. Неге? Себебі ол пәннің мұғалімін жақсы көрмейді. Сол секілді пәнді, мысалы математиканы біз намаз деп алатын болсақ, мысалы, оның апайы, яғни қожайыны кім? Намазды бізге парыз еткен Алла.
Сонда егер де біз Алланы шынайы махаббатпен жақсы көретін болсақ, онда біз намазды да, оразаны да, садақаны да, қандай да жаңағы Алланың парыз еткен нәрселерін біз махаббатпен жасайтын болады екенбіз. Сол Алланы жақсы көргендіктен Аллаға ұнау үшін, Алланың назарына түсу үшін, мысалы математика апайдың жаңағы көзіне түсіп қалу үшін әйтеуір былай да жаңағыдай не істейміз біз? Математиканы былай да оқып, әртүрлі жолдармен апайдың көзіне түсудің жолын жасайды. Тура сол секілді Алла тағаланы жақсы көрген адам Аллаға жақындаудың жолының барлығын жасайды екен. Математиканың апайы ұнатпайтын нәрсені ол оқушы не істемейді. Дұрыс па? Ол барып, мысалы, математика апайы сағыз шайнап отыратын баланы жек көретінін білсе, ол ешқашан математика апайының алдында отырып сағыз шайнамайды. Тура сол секілді, егер де біз Алланы шынайы жақсы көре алсақ, Аллаға деген махаббатымыз шынайы болатын болса, онда біз Алла бізге бұйырған нәрселердің барлығын жақсы көріп істейді екенбіз. Онда біз Алла тағаланың тыйған нәрселерінен с удовольствием дейді ғой, қуана тыйылады екенбіз. Қуана сіз Аллаға жағу үшін, Аллаға ұнау үшін таң намазына тұрады екенбіз. Көрдіңіздер ма? Яғни құстың ең басы, біз қорқыныш пен үміт жайлы ертең айтатын боламыз Аллаға. Бүгін тек осы махаббат туралы айтамыз. Яғни сүйіспеншілік Аллаға деген. Не істейміз? Алла тағаланы біз жақсы көруді үйренуіміз керек екен. Бұл кәдімгі процесс. Енді қараңыздар, біз айттық, Алла тағаланың алдында біздің амалдарымыз қабыл болуы үшін бізде не болу керек дедік? Шынайы ниет болуы керек дедік. Бірақ шынайы ниетіміздің өзі жеткіліксіз екен, егер Аллаға деген махаббатымыз болмаса. Мысалы қараңыздар, біздің анамыз, бізге не істейді? Анамызбен жақсы қарым-қатынас болса, анамызбен подружка секілді сөйлесетін болсақ, онда біз не істейміз? Анамыздың ыдыс-аяқ жуа қойшы қызым десе, жарайды анашым деп ыдыс-аяқты жуамыз. Ал егер анамыз бізге ұрысқан болса, немесе біз анамызбен қарым-қатынасымыз дұрыс болмаса, ол біздің анамыз болған үшін ғана істейміз да біз. Бірақ ол ыдыс-аяқты с удовольствием жумаймыз. Қиналып, жарайды енді, мен ақ жуа берем. Тағы не жаңа қыздардың айтатыны, неге мен ақ жуа берем? Осындай салғыласып, ұрысып, ішіміздегі жаңа қарсылықпен бірге әйтеуір ұнамаса да жуамыз да ыдыс-аяқты. Неге? Өйткені анамызбен біз сол сәтте ұрысып қалдық, немесе анамызға деген ашуымыз басым болып тұр. Көрдіңіздер ма? Махаббатымыз азайды деген сөз да. Сонда бұл не екен? Анамызбен қарым-қатынасымыз қаншалықты жақсы болса, байланысымыз қаншалықты тығыз болса, біз соншалықты анамыздың қызым үй жинай салшы десе, үйін жинай саламыз, жаңағыдай ыдыс-аяғын жуа саламыз, ұнайтын анамыз жақсы көретін нәрселерді жасай саламыз. Ал егер де біз анамызбен ренжісіп қалсақ, анамызбен ұрысып қалсақ, немесе анамыз жаңағыдай бізге ұрысып қойып, ашуландырып қойса, онда біз амал жоқтан ол амалдарды не істейміз? Істейді екенбіз. Сонда Аллаға деген махаббаттың мысалы осындай. Біздің ниетіміз шынайы болу мүмкін, ықыласымызды ұрып тұрған болу мүмкін да бір уағыздан кейін. Бірақ сол шынайы ниетке плюс махаббат болмаса, сіз ол нәрсені істейсіз, жасай алмайсыз. Неге енесі мен келіннің арасында проблема бар кісілер, енелер вечно келіндеріне шағым айтады, немесе келіндер әрдайым енесіне шағым айтады. Неге? Себебі арада махаббат жоқ. Қызы мен өзінің анасының арасында махаббат болу мүмкін, ал ене мен келіннің арасында сол махаббат орнауы үшін екі жақтап олар не істеу керек болады? Жұмыс жасау керек болады. Яғни тек қана ене ғана, немесе тек қана келін ғана, осы келінге жағайыншы мен, немесе жаңағыдай осы ақ жақсылық жасайыншы, осы ақ мені жақсы көрсінші деп жасайтын болса, бір-ақ жақ күш сала беретін болса, екінші жақ оны жаңағыдай не дейді, игнор жасайтын болса, біз ол келін ұзаққа шыдамайды.
дұрыс па? Яғни не істейді? Бір күн қолын сілтейді. Қойш, 10 жыл болды осы үйге келін болып осы енемнің разылығын алуға тырысып жүргеніме. Немесе енесі айтады, қойш болды. Қашанғайдың осы келіннің жаңағы несіне, қас-қабағына қарап жүрем мен, дейді да қолдарын сілтейді де, сонымен екі жақ мүлдем араласпай кетеді екен. Бұл жерден біз нені көреміз? Кез келген біздің шынайы ниет, шынайы ықыласымызға бізге махаббат керек екен. Махаббат болмаса, біз намазымызды қиындықпен оқимыз, қиналып оқимыз, амал жоқтан оқимыз, көрдіңіздер ма? Өйткені оны біз намазды тек қана парыз деп қана білеміз. Ал оны біз парыз болған соң оқу керек деп емес. Алланың, менің сүйіктімнің бұйрығы ғой бұл, менің сүйікті Раббымның қалауы ғой деп жасайтын болсақ, ол намаз мүлдем бөлек намаз болады. Немесе садақамыз мүлдем бөлек садақа болады. Күнәдан сіз Аллаға ұнамаған үшін тыйылуыңыз не болады? Оңай болады. Ал біз күнәнің өзін қиналып тастаймыз да, бір нәрсені істемеу керек болған кезде. Неге? Өйткені біздің жаңағы махаббатымыз әлсіз болады екен. Қараңыздар, мүмкін емес ата-анамызға деген махаббатымыздың біздің бір орында тұруы. Ата-анамыз бізге жақсылық жасаса, қалаған нәрсемізді әперсе, ол махаббат көтеріледі. Ұрса, ол не істейді? Түседі. Осылай, яғни бұл махаббат болсын, жек көру, ашулану болсын, кез келген сезім бұл процесс екен. Бүгінгі психологтар да оны айтады. Яғни ерлі зайыптылардың арасында ешқашан үйленгеннен бастап жаңағы 30 жыл, 40 жыл өмірінің арасында осындай тең дәрежелі қарым-қатынас болмайды екен. Ол кейде өсет, махаббаттар артқан кезде, кейде кризисный халге түскен кезде олар не істейді? Ашуланады бір-біріне, тіпті ажырасатын жаңағыдай шаққа дейін барады. Сол периодта олар өтіп кетсе, олар не істейді? Ажырамас жұп болады. Көрдіңіздер ма? Ал енді тек қана әйелі ғана отбасын сақтау үшін күш сала берсе, күйеуі оған күш салмаса, ол мынандай тығыз қарым-қатынас, тығыз байланыс орнамайды. Тура сол секілді Аллаға деген махаббаттың өзінде, Алла мен құлдың арасындағы махаббаттың өзінде бұл да процесс екен. Яғни кейде сіздің махаббатыңыз артып кетіп, сіз намаздарыңыздың бәрін қаза қылмай, мысалы осы эфирлерден кейін мен ойлаймын, сіздерде сондай эффект болып жатқан шығар деп, яғни намазыңызды да рахаттанып оқып, далаға, ағашқа, аспанға басқаша қарай бастаған шығарсыздар деген үміттемін кешегі дәрістен кейін. Өйткені сіздерде не артты? Аллаға деген таным артты, Аллаға деген махаббат артты. Ал бір күні ол болу мүмкін, сіз депрессия, стресс, проблемадан шыға алмай қалып, Алламен байланысың, намазыңыз әлсірей бастаған кезде сізде керісінше нәрселер бола бастайды. Бұл да не қалыпты жағдай екен. Басты сіз сол жерде өзіңізді тастап жібермеу керексіз. Сіз жаңағы қарым-қатынасты еркек немесе әйел тастап жіберетін болса, олар ажырасатынады. Тура сол секілді, егер сіз әлсіреген кезіңізде, мысалы намаз оқығыңыз келмей қалды, айталық, жаңағыдай бір процесс, жаңағы қарым-қатынас байланыс әлсіреген кезде өзіңізді тастап қойсаңыз, ажырасып кетесіз да құлшылығыңызбен. Яғни Алла тағаладан сіз бөліп кетесіз. Ал сіз жоқ, мен ажырасқым келмейді деп жаңағы отбасын сақтау үшін, мысалы айталық, курстарға қатысып, отбасын сақтау үшін жаңағыдай неше түрлі нәрселерге қатысатын болсаңыз, онда не істейсіз? Сіз ол нәрседен не аласыз? Ләззат аласыз. Және нәтижесінде жемісін міндетті түрде көресіз. 40 жылдан кейін, 50 жылдан кейін айтасыз, сол кезде бала болған екенбіз ғой, ажырасып кетсек, сол кезде не болатын еді деп, сіз қартайғанда қол ұстасып отырғаныңыз секілді, сіз қартайғанша немесе жалпы осылай өміріңізде Алла үшін күрескеніңіз үшін сіз ләззат алады екенсіз. Енді қараңыздар. Түсінікті болып жатыр ма? Бір сұрап қояйын сіздерден. Дұрыс, түсінікті болып жатыр ма? Жеткізе алып жатырым ба? Дауыс естіліп тұр ма? Жақсы. Яғни, не істейміз бұл айтқан кезде? Осы махаббатты біз құрастыруымыз керек екен. Адамдармен, мысалы бала мен ананың арасында махаббатты құрастыруымыз керек. Күйеу мен әйелдің арасында махаббатты сақтауымыз керек. Ана ене мен келіннің арасында, яғни біз осы махаббат үшін, осы махаббат орнау үшін не істеуіміз керек екен? Біз екі жақтап, бір жақ емес, екі жақтап не жасауымыз керек? Күш салуымыз керек екен. Сонда ол махаббат тығыз болады. Енді қараңыздар.
Алла мен құлдың арасындағы да махаббатты орнату үшін бізде не болу керек екен? Екі жақты амал болу керек екен. Енді сіздер өздеріңізге сұрақ қойып көріңіздерші. Жарайды. Сіздер Аллаға деген махаббаттарыңызды арттыру үшін айталық, Алла туралы ойландыңыз, тәфәккур жасадыңыз, осы эфирге қатыстыңыз, кітап оқыдыңыз, мысалы айталық, өз тарапыңыздан сіз не жасап жатсыз делік қадам. Ал Алла тарапынан Алланың сізбен махаббатын орнату үшін қадам жасала ма? Қалай ойлайсыздар? Яғни сіз жасап жатсыз қадамды. Ал Алла құлымен арадағы махаббат орнатылу үшін амал жасай ма? Яғни Алла Тағала себеп жасай ма? Сізбен өзінің арасында махаббат, яғни Алла өзі қадам жасай ма? Қалай ойлайсыздар? Әлде тек біз құл ғана жасау керек па ол қадамды? Яғни тек қана біз ғана жаңағыдай Алланы жақсы көруім керек, Алланы жақсы көруім керек деп жасап жатырмыз ба? Әлде Алла Тағала да құлымен арада махаббат орнауы үшін не істеп жатыр? Қарым-қатынас жасап жатыр ма? Қалай ойлайсыздар? Жасалады дейді. Қандай? Алла Тағала өз тарапынан қандай қадам жасайды? Дұрыс айтасыздар. Яғни біз ғана қадам жасамайды екенбіз, қыздар. Алла Тағала да бізге қарай қадам жасайды екен. Енді осылай сөйлейік, бұл деген Алланың аяғы бар деген сөздер емес, қыздар. Қараңыздар. Мысалы, бір ғана мысал. Бұл Алла Тағала бізге тоқтамай нығметін беруде. Алла сізге жақсылықтарын тоқтамай беруде. Алла сіздің деніңізді сау қылып отыр. Алла сізге байлық беріп жатыр, бала беріп жатыр, ұл беріп жатыр, көз беріп жатыр көретін. Қаншама жақсылықтар беріп жатыр. Одан қалса Алла Тағала астағфирулла дегенің үшін күнәңізді кешіріп жатыр. Яғни сіздің махаббатыңызды арттыру үшін Алла қаншама қарым-қатынас жасап жатыр екен. Сонымен қатар Алла Тағала бізді кеше айтқанымыздай қамқорына алып тұр әр сәтімізде. Алла Тағала біз дұға тілесек дұғамызды беріп жатыр. Алла Тағала біздің ауаны, мұрнымыздың, көзіміздің жұмыс істеуін істеп жатыр, күнделікті не істеп жатыр? Қамтамасыз етіп жатыр. Қараңыздаршы, Алла Тағала күнді шығарып, айды батырып жатыр. Яғни Алла да өз тарапынан не істеп жатыр екен? Қадамдар жасап жатыр екен. Не үшін? Сіз бен оның арасында махаббат орнауы үшін екен. Сонымен қатар Алла тіпті сіздің тәубеңіз үшін қалай қуанады? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келгеніндей, Алла Тағала құлының тәубесі үшін қуанады дейді. Алла яғни сізді тозаққа тастап жіберу үшін жаратқан жоқ. Алла Тағала сізді тозақтан құтқару үшін не істеп жатыр? Сізге қарай қадамдар жасап жатыр. Күнде сіз қанша Алладан алыстап жатсаңыз да сізді шақыратын жолдарды жасап жатыр. Эфир шығарып қояды, алдыңыздан бір досыңызды жіберіп қояды, бір өлімді көрсетіп қояды. Яғни әрдайым өзіне жаңағыдай қисайып бара жатқан кезде сізді түзулеу үшін Алла Тағала не жасап жатыр екен? Қадам жасап жатыр екен. Немесе қиналған кезде не істейді? Көмегін береді, шығатын жол көрсетеді. Яғни Алла Тағала бізбен әрдайым не жасап жатыр? Өз тарапынан қадам жасап жатыр екен. Соның ішінде бір хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, құдси хадис, Алла Тағала айтады. Бірақ пайғамбардың сөзімен жеткен хадисте Алла Тағала айтады екен. Не дейді? Егер де құл дейді Алла Тағалаға бір құлаш жақындаса, Алла Тағала оған бір білек жақындайды дейді. Егер құл бір білек жақындаса, Алла Тағала оған бір қадам жақындайды дейді. Егер құл Аллаға қарай бір қадам басса, Алла оған қарай жүгіреді дейді. Қараңызшы, қандай мысал? Сіз бір қадам, мысалы айталық, таң намазына тұруыңыз үшін бір ерте жатып, будильник қойып, бір қадам өзгеріс жасайсыз, Алла Тағала сізді сол күні таң намазына тұрғызады да міндетті түрде. Сіз я Алла деп бір қадам жасайсыз, Алла үйіп төгіп береді. Сіз я Алла деп мысалы бір жаңағыдай тәубе етесіз, кешірші мені деп, Алла сізді кешіріп жібереді, бұрынғы күнәларыңызды жасамағандай не істейді екен?
кешіріп жібереді екен. Яғни Алланың құлына деген махаббатының белгілерінің бірі осы екен. Яғни ол не істейді? Мына жүрек сау жүрек болу үшін өзі де қадам жасайды екен. Біз бұдан көргеніміз бірақ Ияка нa'буду ва ияка настаин деген кезде біз не дейміз? Біз саған құлшылық етеміз, және сенен жәрдем тілейміз. Яғни қадамды біз бірінші бастауымыз керек. Алла біз білмейтін қадамдар жасап жатыр, бірақ дәл біз, я Раббым, мен намазға тұрғым келеді деп мысалы сіз ниет етсеңіз, Алла Тағала сіздің алдыңыздан тегін дәрістерді шығарады. Бірақ мысалы қыздар, жаңа айтайын деп эфир сторизге салам деп үлгермедім. Бүгін менің таң қалғаным міне осы Алланың бір көрінісі, яғни махаббатының көрінісі деп үміттендім, бірақ мүмкін ол басқаша да болуы мүмкін. Жаңа Асларнаға түстім, Асларнада түскеннен кейін үйге келе жаттым да дүкенге кірдім. Сөйтіп дүкеннен жаңа кешке тамақ істейін деп сәбіз алайын деп кірдім, бірақ қарасам жүзім тұр екен. Негізі мен жемістердің ішінде жүзімді жақсы көретім. Сосын тұрдым да сұрадым бағасын. Сөйтіп едім 800 теңге деді. Сосын ойландым, 800 теңгеге 1 килограмм жүзім алайын ба? Қойшы, нәпсі ғой дедім да. Міне сәбізімді алдым да 1 кило. Үйге шығып кеттім. Үйге келдім, тамағымды істеп болдым. Bir шәкіртім жас, ұстаз мен сізге бір сыйлық берейін деп едім. Өтініш қанша уақыттан бері бере алмай жүрмін деп. Содан бардым, кездестім. Сенесіздер ме қыздар? Ана қыз жаңа маған жемістердің жиынын берген, ішінде жүзім бар, алма бар, құрма бар, ішінде анар бар. Мен білмейтін ішінен авокадо, өмір жек көрмеген нәрсем. Тағы бір киви бар, осындай, банан бар, осындай маған жемістердің жәшігін беріп тұр ғой. Кәдімгі мен ана жерде таң қалғаннан, субханалла, шынымды айтам, мен одан сыйлық алам деп күтіп барған кезде мен ондай деп күтіп барған жоқпын да, бірақ менің Алла Тағаланың бұл айтқан кезде мен оны қалай ойландым білесіздер ме? Кешегі эфир сіздерге осыны ниеттеніп мен әйтеуір Аллахым саған деген кішкентай болсын жүректеріне махаббат салынуына бір мені себепші қылшы деп осы эфирлерді жасай бастағаннан, білмеймін, Алла Тағала бір менің жолымды ашып тастаған сияқты да. Яғни Алла Тағала Құран-ы Кәрімде не дейді? Сендер Алланың дініне көмектессеңдер, Алла міндетті түрде сендерге көмектеседі дейді. Бір осы жемісті мен бір кішкентай сол Алланың сыйы деп түсіндім да. Өйткені шынымен ол арзан тұрмайды. Бірақ Алла Тағала алды да соны мен кәдім қолыма ұстатып, коробкамен көтеріп келдім да, субханалла. Сонда айтқым келгені, яғни біз бір қадам Аллаға жақындауға тырыссақ, Алла Тағала үйіп төгіп береді. Аллаға ол қиын емес, қыздар. Сіз бір қадам Аллаға бастысы не істеңіз? Аллахым кешірші мен тәубе есігі. Аллах мен намаз бастағым келеді. Аллахым Құран оқып үйренгім келеді. Осылай сіздер ойлаған кезде, мысалы осы эфирдің астында да жазып жатыр, қыздар. Мә, іздеп жүретін тақырыбымды Алла алдымнан шығара салды. Сіздің парақшаңызға кеше ғана жазылдым деп жазып жатқан кісілер бар да, субханалла. Яғни ол ниеттенді, Алла жолды ашып берді. Тіпті мына карантиннің өзі негізі көп мұсылмандарға бір не болған секілді. Өйткені біз карантинге дейін қаншама ұстаздар болдық, бармыз, бірақ біз мешіттің подвалында бәріміз сабақ беретін едік. Бірақ Алла Тағала мешіттерді жауып тастады да, міне деді, сіздерге әр қаладан, әр облыстан сіздердің шынайы үйренейін, білейін, көрейін деген ниеттеріңіз үшін бізді алдарыңызға әкеп қоя салды да. Бұл айтқан кезде қараңызшы, дәл қазір сіздердің алдарыңызда біз отырмыз да, субханалла, бір емес қаншама ұстаздар отырмыз. Бұл да сіздердің іштеріңіздегі біреулеріңіздің қадамдарыңыз үшін екенін біз не істейміз, оны білеміз шын мәнінде. Сондықтан Алланың құлына деген махаббатының белгілері ол не екен? Ең бірінші ол құлы кішкентай ғана амал жасаса, Алла Тағала соған үлкен қылып міндетті түрде жауап береді екен. Және де Алланың құлына деген махаббатының белгілері, Алла Тағала оны күнәдан сақтап тұрады дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жеткізген хадисте, құдси хадисте Алла Тағала айтады: құлым маған парыз амалдарды орындаудан артық жақындауы мүмкін емес дейді. Яғни сіз тек қана парыз амалдарды орындау арқылы ғана Аллаға жақындай алады екенсіз. Ал енді дейді, құлым дейді, нәпіл қосымша амалдарды қосып жасау арқылы менің махаббатыма ие болады дейді.
Көрдіңіздер ма? Яғни сіз нәпіл парыз амалдарды уақытында орындап, одан кейін оған қосымша нәпіл амалдарды орындап жүрген болсаңыз, бұл да Алланың құлына деген махаббатының бір көрінісі екен. Егер сізге садақа беру оңай болса, егер сізге тахаджудке тұра салу оңай болса, егер сізге нәпіл оразалар ұстай салу оңай болса, онда бұл Алланың сізге деген махаббатының бір көрінісі екен. Яғни не істейді? Парыз амалдар мен нәпіл амалдарды сізге жеңілдетіп қояды екен. Тағы бір Алланың құлына деген махаббатының белгілерінің бірі, Алла Тағала оны не істейді? Сақтап қояды дейді. Яғни көзін, құлағын, барлығын жамандық атаулыдан сақтап қояды. Жаңағы хадистің жалғасында, егер құл менің махаббатыма ие болса дейді, яғни егер де мен бір қандай да бір құлымды жақсы көретін болсам дейді, онда мен оның көретін көзі, еститін құлағы, сөйлейтін аузы, ұстайтын қолы, жүретін аяғы болам. Және де кім оған соғыс ашса, кім оған қарсы шықса, мен оған қарсы шығам деп Алла Тағала өзі айтып тұр екен. Бұл не деген сөз? Алла Тағала сізді харамға қараудан өзі сақтап қояды. Харам жеуден өзі сақтап қояды. Харамды, ғайбатты естуден, ғайбатты айтудан өзі сақтап қояды дегенді білдіреді екен. Қашан? Егер де біз Алланың махаббатына ие болсақ. Өйткені сондай кісілер бар, байқайсыздар ма? Мысалы, мынандай бір оқиғаны келтіреді. Бір тақуа кісі болған екен, Алланың сүйікті құлы, оны барлық біледі. Сонда ол кісі әрдайым айтып жүреді екен. Алла тақуа құлдарына, өзінің махаббатына ие болған құлдарына тек қана адаласты жегізіп қояды деп айтып жүр екен. Соны ести берген бір кісі оны сынамақшы болады да, бір күні малды ұрлап алып келеді. Сөйтіп малды ұрлап алып келеді да, етті асып, жаңағы тақуа кісіні үйіне қонаққа шақырады. Сол қонаққа шақырған кезде ол жаңағы тойып тақуа кісі тамақ жеп алады. Сол кезде жаңағы қонаққа шақырған кісі айтады: "Ей ғалым, сіз айтатын едіңіз ғой, тақуа кісілерді Алла Тағала өзі сақтап қояды. Өзінің махаббатына ие болған кісілерді Алла харамастан сақтап қояды деп сіз айтушы едіңіз ғой" дейді. "Ал сіз білесіз бе? Сіз ұрланған малдың етін жедіңіз" дейді. Сонда бір кісі кіріп келеді екен. Сөйтеді да, ол не дейді? Келіп өзінің оқиғасын айтып береді. Жаңағыдай айтып берген кезде не істейді? Малым ұрланып кетті, осындай деп. Сөйтсе жаңағы кісі, қонаққа шақырған кісі, ана кісінің малын ұрлап алған екен. Оны біледі. Яғни бұл кісі оның малын ұрлап алған болады. Сонда жаңа тақуаның сол үйде тамақ жеп отырғанын көрген, енді айтады ғой: "Міне сенің малың, міне мен осылай істедім" деп. Сонда жаңағы кісі таң қалып айтады екен: "Мен осы қойды осы тақуа кісіге беру үшін сақтап жүредім" дейді. Көрдіңіздер ма? Яғни Алла Тағала не істеді оған? Харамасты жегізген жоқ. Ана кісінің ниетіндегі малды оған жегізіп қойды. Яғни ол ас оған не істеді? Адал болды да шын мәнінде. Сондықтан кімде-кім, егер де біз Алланың махаббатына ие болатын болсақ, онда бізді тағы да бір көрінісі бұл не екен? Алла Тағала егер де бір құлын жақсы көретін болса, Алла Тағала Жәбірейіл періштені шақырып алып: "Ей Жәбірейіл, мен мысалы Алтынайды, немесе Жәмиләні, пәленше деген құлымды жақсы көрем, сен де оны жақсы көр" дейді екен. Сонда Жәбірейіл періште бүкіл аспан әлемдегі періштелерді шақырып алып: "Періштелер, тыңдаңдар, Алла Тағала пәленше деген, мысалы Айжан деген құлын жақсы көреді, мен де оны жақсы көрем, және сендер де оны жақсы көріңдер" дейді. Сонда бүкіл аспан әлемдегі періштелер ол адамды жақсы көре бастайды дейді. Сол періштелердің махаббаты себепті Алла Тағала ол адамды жердегі адамдарға сүйкімді етіп қояды дейді. Мысалы қараңыздар, яғни ол адамды жерде өмір сүруін жеңілдетіп қояды. Айналасындағылар ол адамды не істейді дейді? Жақсы көретін болады дейді. Бұдан біздің көретініміз не? Сіз күйеуіңіздің махаббатына ие болғыңыз келсе, енеңіздің махаббатына, білмеймін, адамдардың махаббатына ие болғыңыз келсе, онда сіз ол адамдардан махаббат сұрамаңыз. Сіз Алланың махаббатына ие болатын болсаңыз, Алла Тағала сіздің күйеуіңізді де сізді жақсы көргізіп қояды. Алла Тағала енеңізді де жақсы көргізіп қояды. Бастығыңызды да, енді кім бар? Бүкілін не істейді? Жақсы көргізіп қояды. Ал біздің қателігіміз ол не? Біз Алланың қаһарына ұшырау арқылы адамдардың махаббатына ие болуды көздеп жүрміз. Сондықтан ол адамдар бізді жаңағыдай
игнор жасап жатқан болуы мүмкін, проблемаларымыз бітпей жатқан болуы мүмкін. Бастысы біз нені көздеуіміз керек? Құстың басы, яғни Алланың махаббатын біз көздеуіміз керек екен. Сонда ғана біздің иманымыз не істейді екен? Кәміл болады екен. Егер де бізде ол махаббат болмаса, біз жаңағы басы жоқ құс секілді боламыз. Тек қана қорқамыз, үміттенеміз, жаңағыдай жақсы көрмей кете ма мені деп, адамна созависимое отношение дейді ғой психологияда, яғни бір-біріне байланып қалған. Не махаббат жоқ ол жерде, әйтеуір бір-бірінсіз өмір сүре алмайды, бірге де өмір сүре алмайтын адамдар болады. Сондай қарым-қатынасқа Алла тағала түсіріп қоямын дейді. Сіздер өздеріңіздің өмірлеріңізді тексеріп көрсеңіздер болады. Егер де мысалы күйеулеріңізбен жақсы қарым-қатынаста болсаңыз, онда сіз шынында Алламен қарым-қатынасыңызды түзеуге тырысып жүрген адамсыз. Ал егер сіздің күйеуіңізбен қарым-қатынасыңыз дұрыс болмаса, онда сіз Алладан алыстап жатқандығыңыздың бір белгісі болуы мүмкін екен. Сондықтан адамдардың махаббатына ие болуды емес, Алланың махаббатына ие болуды біз не істеуіміз керек екен? Көздеуіміз қажет екен, көздеуіміз қажет болады екен. Ендігі құлдың Аллаға деген махаббатының белгілері. Яғни біз айттық, Алланың бізді жақсы көретіннің белгілерін айтып кеттік жаңа, оны сіздер конспект жасап алған шығарсыздар деп үміттенем. Енді сіз қазір мен Алланы жақсы көресіз бе деп сұрасам, мына жерде отырған әрқайсыңыз мен жақсы көрем деп айтуларыңыз мүмкін. Бірақ шынайы ма? Дәл қазір, егер де мына біз айтатын сипаттар бар болса, онда сіз шынында Алланы жақсы көретіндігіңізді білдіреді. Ал егер ол сипат сізде мүлдем жоқ болса, немесе біреу бар, біреу жоқ болса, онда ол біздің махаббатымыздың әлі ол махаббат үшін жұмыс жасау керектігімізді көрсетеді екен. Оның біріншісі, жалпы махаббат қандай болу керек деген кезде, ең біріншіден махаббат ол таза болу керек екен. Яғни чистый дейді ғой, сондай таза махаббат болу керек екен. Аллаға деген махаббатта ортасында ешқандай бір мынандай не жоқ. Қазір мен оны Алланы жақсы көретін болсам, Алла маған байлық береді деген секілді бір ортада жаңағыдай бір пайда жоқ. Ол махаббат тап-таза. Сіз Алланы жақсы көресіз. Не үшін? Ол Алла болған үшін ғана сіз жақсы көретін. Ешқандай ортада пайда көздемей жақсы көретін махаббат болу керек. Екіншіден, Алла Тағалаға деген махаббатымыз, ол не істейді? Очевидный дейді. Яғни көрініп тұру керек екен біздің ойымыздан. Біз аузымызбен ғана, ой, мен Алланы жақсы көрем деп, мынаяқтан күнә жасап, мына жақта біреумен ұрысып, бет жыртысып жүретін болсақ, онда ол біздің махаббатымыздың өтірік екенін, немесе әлсіз, өте әлсіз екендігін білдіреді екен. Ал шынайы Алланы жақсы көретін адамның бейнесі ол қандай болады? Сіздің мысалы біз бір адамды жақсы көрсек, мысалы айталық мысалы бір әншіні жақсы көрсек, кешке дейін біз не туралы айта береміз? Жаңағыдай сол әнші туралы айта береміз, немесе бір кітап оқып жүрсіз, сол кітапқа қатты қызығып кетсеңіз, сіз сол кітап туралы айта бересіз. Неге? Өйткені сіз оны жақсы көріп тұрсыз. Тура сол секілді дейді, біз Алланы жақсы көрген кезде біз не істеуіміз керек екен? Біздің махаббатымыз біздің бойымыздан, аузымыздан, түрімізден көрініп тұру керек екен. Үшінші махаббат қандай болу керек деген кезде, ол глубокий дейді, терең болу керек екен да, барынша. Яғни бетімен ғана Алла сізге жақсылық жасаса ғана жақсы көріп, жамандық жаңағыдай сынақ берсе, жамандық емес, сынақ берсе, жек көріп кетіп, жаңағыдай ренжіп қалып, ондай болмайды дейді. Алла Тағала сізге жақсылық берсе де, қиындық берсе де, ол махаббат терең махаббат болғандықтан, ол махаббат сізге қуаныш сыйлайды. Алланың берген сынағының өзі сізге қуаныш сыйлайтын махаббат болады екен, Аллаға деген махаббат. Сонымен қатар Аллаға деген махаббат бұл постоянный, яғни бір қалыпта болу керек екен. Біз яғни сол дәрежеге жеткізуіміз керек екен. Кейде бұлай емес. Біз барынша бір қалыпта ұстауға, немесе одан сайын арттыруға біз не істеуіміз керек, бірақ кемітіп алмауға тырысуымыз керек екен. Және де ол махаббаттың көрінісі біз үшін ол махаббат қымбат болу керек. Мысалы, сіз үшін күйеуіңіздің махаббаты қымбат болса, сіз күйеуіңізге жағатын нәрсені жасайсыз, күйеуіңіздің айтқанын ғана істейсіз, күйеуіңіз жек көретін тамақты пісірмейсіз, тек күйеуіңіз жақсы көретін тамақтарды ғана не істейсіз, жасайтын боласыз. Яғни ол Аллаға деген махаббат сіз үшін қымбат болу, бағалы болу керек екен. Және сол бағалы махаббатты, яғни бағалы нәрсені сіз сақтау үшін жұмыс жасауыңыз қажет екен.
бұл жалпы махаббаттың Аллаға деген қандай көрінісі болу керек екендігі айтылды. Енді құлдың Аллаға деген махаббатының белгілері, яғни сіздің махаббатыңыз, былай айтқан кезде қалай білінеді дейтін болсақ, біріншіден сіз не істейді екенсіз? Алланы бәрінен артық қоюыңыз қажет екен. Яғни не істейсіз? Адамдардың разылығы деген нәрсе жоқ сізде. Тек Алла, бізде айтады, ауырып қалды. Сол нәрсемен ауырып қалды деп айтамыз. Мысалы, бір телефон алғысы келіп жүрген адам не істейді? Сол нәрсемен ауырып қалады, Жаңағыдай, болды, мен Samsung, iPhone 12 алуым керек, ұйықтаса да iPhone 12 тұрса да. Яғни біз осылай Аллаға деген махаббатпен ауырып жүрген болсақ, онда біз не істейді екенбіз? Ол шынайы біздің махаббатымыз көрсетеді. Уже сіз ол махаббаттан не істейсіз? Еріп кеткен болады екенсіз, былай айтқан кезде, Екіншіден, Аллаға деген махаббаттың көрінісі, яғни құлдың Аллаға деген махаббатының көрінісі, бұл сіз Алланың қалауын өзіңіздің қалауыңыздан жоғары қояды екенсіз. Яғни, мысалы, Алла Тағала сіздің ораза ұстағаныңыз қалап тұр, мысалы. Ал сіз тамақ ішкіңіз келіп тұр. Осы кезде сіз біліп тұрсыз ғой, тамақ ішу ол сіздің қалауыңыз екен. Бірақ сіз осы жерде сұрайсыз өзіңізден, мен қазір өзімнің қалауым істегім келіп тұр ма, әлде Алланың қалауым ба? Өзіңізге әрдайым осы сұрақты қойып жүріңізші. Мысалы, сіз айталық, ашуланып жатсыз да, өзіңіз тоқтатыңыз. Алла менің ашуланғанымды осылай жақсы көре ме? Әлде мен жақсы көріп тұрмын ба ашулануды? Немесе, бір іс істейін деп жатсыз, кез келген іс, айталық, бір ұнамсыз іс жасайын деп жатсыз, бір күнә жасайын деп жатқанда өзіңіз тоқтатыңыз да сұраңыз. Бұл іс Аллаға ұнай ма, әлде ұнамай ма? Көрдіңіз ба? Сол кезде сіз өзіңізді шын мәнінде тоқтата алып, Аллаға ұнамайды ғой, Аллахым кешірші деп, мысалы, Алла үшін сол ісіңізді тастайтын болсаңыз, онда бұл сіздің махаббатыңыздың белгісі екен. Ал егер сіз тастай алмасаңыз, онда махаббатыңыздың, былай айтқан кезде өздеріңіз өлшей беріңіздер, кімнің махаббаты қандай екен, оны мен сіздерден сұрап отырмаймын. Және де Алла Тағалаға деген махаббаттың тағы бір сіздегі көрінісі, бұл Алла жақсы көрген нәрселерді, істерді, сөздерді, адамдарды жақсы көру, Алла жек көрген істерді, сөздерді, адамдарды жек көру. Адамдарды емес, адамдардың әрекетін жек көру. Мысалы, Алла Тағала Құран оқыған жақсы көре ма? Сіз отыра қаласыз, Құран оқисыз. Алла Тағала ізгі, жақсы, салихалы амал істеген жақсы көре ма? Сіз соны істейсіз. Яғни не істейсіз? Болды. Аллаға ұнайды деді ма? Болды, оны істейсіз. Егер де ол махаббат сізде бар болса, сіз оны қуана-қуана істейсіз. Негізі біз махаббаттың бар, жоқ екен, жалпы шынайы ниетіміз бар, жоқ екенін біз қалай білеміз? Біз сезіміміз арқылы білеміз. Біз сезім арқылы. Сіз қинап бір амалды жасатуыңыз мүмкін, бірақ оны не істемейсіз, қуанбайсыз да сіз ол үшін. Ал сіз соны қуана бір болады ғой, сенесіздер ме? Алла Тағала жалпы бізге бір амалымыздың қабыл болғанының белгілерін білдіртіп қояды негізі. Енді 100%, 100% болмаса да, ол былай, мысалы, сіз садақа бердіңіз, сол садақадан сіз ләззат аласыз, қуанасыз, жүрегіңізде сол садақаны бере алғаныңыз үшін бір тыныштық болады. Осы ол қабыл болуының бір белгісі да негізі. Яғни шынайы жасалғандығыңыздың бір. Ал егер сіз беріп алып, жаңадай бір артынша бір күнә жасап қойсаңыз, немесе бір кейін бір мен өткенде садақа бергем деп бір айтатын болсаңыз, өткенде садақа бергенде ше деп біреуге міндетсінетін болсаңыз, онда ол шынайылықтың белгісі емес екен. Көрдіңіздер ме? Әрбір ісіңізде сіз сөйлейін деп жатқан кезде, сіздің айтайын деп тұрған сөзіңізді Алла ұната ма, әлде ұнатпай ма? Осы сұрақты өзіңізге не істеп отыру керексіз? Қойып отыруыңыз керек екен. Егер де сіз ол жаңағыдай нәрсені жасай алмасаңыз, ол не екен? Былай айтқан кезде дұрыс емес махаббат екендігін көрсетеді. Сонымен қатар Алла Тағаланың Құрани кәрімін жақсы көру, Алланың пайғамбарларын жақсы көру, бұл да не екен? Аллаға деген махаббаттың бір белгісі екен. Яғни Құранды сіз, өйткені Ибн Масғуд айтады, кімде кім Аллаға деген махаббатын, пайғамбарға деген махаббатын тексергісі келсе, онда Құранмен қарым-қатынасына
қарасын дейді. Өйткені адам сүйіктісінің сөзін жақсы көреді. Мысалы айталық, енді араларыңызда егер мені шынымен жақсы көретіндеріңіз бар болса, сіздер не істейсіздер? Менің эфирімді күтіп, бүгін не айтады екен, әрбір сөзімді жазып алып, тыңдап, тура сол секілді сіз Алла тағаланы жақсы көрсеңіз, сіз Алла Құранда не деді екен, не айтты екен мына Құранда деп сіз ол Құранды да не істейсіз? Жақсы көре бастайсыз. Көрдіңіз ба? Ал егер сізде Құранға деген махаббат жоқ болса, немесе Құранға деген қызығушылық жоқ болса, онда біздің махаббатымыздың өте төмендігін көрсетеді. Өйткені сіз Алланы жақсы көрем деп тұрып, Алланың сөзін жақсы көрмеуіңіз мүмкін емес екен. Бұл нәрсе кейде әлсірейтсіз, кейде Құранға оқыңыз келмеуі мүмкін. Бірақ бастысы сіз сол нәрсемен күресе алуыңыз қажет екен. Сонымен қатар Аллаға деген махаббаттың белгісі бұл екі дәрежеде болады. Біріншісі парыз болған махаббат, яғни бұл кез келген өзін мұсылманмын деп санайтын адамның бойында болуы керек махаббат. Екіншісі бұл Аллаға жақын құлдардың махаббаты дейді. Яғни бірінші махаббатымыз бізді парыз амалдарды орындап, харам нәрселерден тыю керек екен. Ал екінші дәреже бұл тек парызды ғана орындап қоймайды ол адам. Алланың нәпіл амалдарын, қосымша амалдарын не істейді екен? Өз еркімен жасайтын адам екен. Бұл жоғары деңгей болып табылады екен. Яғни сіз Алла тағаланың былай айтқан кезде бұйырмаған, өздерің біліңдер, істемесең де болады деген амалдарының өзін сіз қалдырмай істеп жүретін болсаңыз, бұл сіздің Аллаға деген махаббатыңыздың көрінісі екен. Бірақ қыздар, бұл жерде бірінші парыз амал тұрады. Өйткені Алла тағала айтты, парыз амалдардан артық маған жақындай алмайды деп. Сондықтан сіз нәпіл орындамай кетсеңіз де, мысалы сізге қиын болса, сіздің 5 уақыт парыз намаздарыңыз бар, жалпы парыз амалдарыңыз бар, сол нәрселерді сіз не істеуіңіз керек? Тастамауыңыз керек. Сол амалдарды сіз не істеуіңіз керек? Бекем болуыңыз керек. Өйткені ол сізді Аллаға жақындататын амалдар болып табылады екен. Сондықтан біздің ең бірінші осы Аллаға деген махаббатымыздың ең үлкен белгілері ол осы екен. Яғни осы сипаттар сіздің бойыңызда бар болса, бірақ әлсіз болса да бар болса, онда әйтеуір сізде махаббат дейтімді бір жүрегіңіздің бұрышында бар екендігін көрсетеді. Қараңыздар, бұл махаббат, жаңа біз айттық, процесс. Сіз ешқашан айта алмайсыз, болды, менің махаббатым 100% болды, енді бұл өзгермейді деп сіз айта алмайсыз. Сіз әрдайым бұл махаббатты орнату үшін, бұл махаббатты күшейту үшін не істеуіңіз керек? Жұмыс жасап отыруыңыз керек болады. Мысалы, сіз айта алмайсыз қой, болды, күйеуім екеуміз біз 100% бір-бірімізді жақсы көреміз, біз 80-ге дейін өстіп бір-бірімізді жақсы көріп өтеміз деп айта алмайсыз. Бірде әлсірейді, ренжісесіздер, ашуланасыздар, ұрсасыздар, енді мүмкін ұрыспайтын шығарсыздар біреулеріңіз, бірақ ол махаббат бір дәрежеде болып тұрмайды. Егер де сіздер екеуіңіз бір-біріңізге сыйлықтарыңызды беріп, жақсы көретіндіктеріңізді айтып, яғни не істеп тұрмасаңыздар, сол махаббатты сақтап, жаңартып тұрмасаңыздар. Сондықтан біздің бұл нәрсеміз, яғни Аллаға деген махаббатымыздың белгілері, біз осы махаббат үшін әрдайым жұмыс істеп отырамыз. Жаңа айттық қой, кейде Құран оқыңыз келмей қалуы мүмкін, кейде күшті оқып, күшті жаттап, және Құранды жаттау ғана міндет емес. Құран бақшасы парақшасында білесіздер, ертең эфир болады, Алла қаласа Құранды жаттаудың жолдары деген өзім жүргіземін иншалла. Сол парақшаға тіркелсеңіздер болады. Яғни не істейсіздер? Алланың кәләмін не деді екен маған? Не бұйырды екен, не нәрседен тыйып жатыр екен деп біз әрдайым не істеп отырамыз? Сол нәрсені өзіміздің бойымызда арттырып отырады екенбіз. Өйткені сіздерде де біліңіздер, ертең бір уақыттар болуы мүмкін, сіз бүгін күнде эфирге шығыңызшы деп отыруыңыз мүмкін, бір күні қойш деп сіздер менен отписаться етулеріңіз мүмкін. Неге? Өйткені ол солай. Кейде сіздің махаббатыңыз артады, бұл адамдармен қарым-қатынаста да солай. Сондықтан Алламен бастысы сол махаббаттан айырылып қалмаудың жолын істеуіңіз керек, жасап отыруыңыз қажет екен. Сондықтан өтініш ең бірінші осы махаббаттың арттырудың жолдарын жасаңыздар.
Яғни осы махаббатты орындап, осы махаббатты біз орнатып алып, соның дәмін сезетін болсақ, қыздар, одан біз айырылып қалмаудың жолын жасайды екенбіз. Мысал қараңыздар, бір ғалым былай айтқан екен, оның Аллаға деген махаббатын сипаттап, ол былай айтқан екен: ей, ол менің жауларым не істей алады дейсіңдер? Өйткені менің бақытым, менің махаббатым ол жүрегімде деген екен. Яғни сыртымнан мені қанша дүре соқса да, қанша мені түрмеге қамаса да, мені өлтіріп жіберсе де, олар менің жүрегімдегі бақытты тартып ала алмайды деген. Себебі ол не істеді? Аллаға деген махаббаттың дәмін сезді. Қашан біз мысалы күйеуімізге деген махаббатты білеміз? Ол екінші әйел алған кезде. Мысалы қараңызшы, элементарно көп екінші әйел алған, немесе күйеулері тастап кеткен кісілер, әйелдер не істейді? Құлпыра бастайды екінші әйел алған кезде. Неге? Өйткені өз-өзіне қарай бастайды. Өйткені оның жүрегінде қызғаныш туындады. Тура сол секілді сізде де Аллаға деген қызғаныш болу керек та. Ол қандай қызғаныш болу керек? Ол сізді жақсылыққа итермелейтін қызғаныш болу керек. Ол сізді ізгі амалдарға итермелейтін қызғаныш болу керек та. Яғни ол деген қызғану деген барып, сен Алланы менен қаттырақ жақсы көріп қойдың деп ұрсып ұру емес. Керісінше не істеу? Аллаға жақындататын, сізді Аллаға қарай итеретін қызғаныш болу керек. Яғни неге? Мысалы айталық, немесе менің құрбымды Алла Тағала көбірек жақсы көру керек. Бұл жаман қызғаныш емес, яғни мен одан да Алла Тағаланың артық махаббатына ие боламын деген нәрсе болу керек. Мысалы, екі сахабаның оқиғасын келтіреді. Екі сахаба әрдайым жарысқан екен. Мысалы, біреу субханалла деп айтса, екіншісі ана естіп қояды да, ол субханалланы 2 рет айтады. Анау нәпіл ораза ұстағанын естісе, мынау одан сайын нәпіл оразаны көбірек ұстайды. Осылай екеуі Аллаға деген, Алланың жолында жарысқан екі сахаба болады. Сонда бір күні соның біреуі плен тұтқынға түсіп қалады. Сөйтеді жаңағы қинайды, тұтқында жаңағы ұрады, соғады. Сөйтеді енді сені өлтіреміз дейді. Болды, енді ақыр сен осылай берілмесең, біз сені өлтіреміз дейді. Сонда жаңағы сахаба ха-ха-халап тұрып күледі екенді. Сонда жаңағыдай не істейді? Жаңағы қинап жатқан адам айтады: сен не үшін күліп жатсың? Біз сені өлтірейін деп жатырмыз ғой дейді. Не үшін күліп жатсың? Неменеңе мәзсің дейді. Сол кезде ол айтқан екен: мен ана бауырымды озып, одан бұрын жәннатқа кіретін болдым деп қуанып күліп жатырмын деген. Яғни сен мені өлтірсең, ол маған ештеңе емес, мен ана бауырымды озатын болдым деген екен. Сонда жаңағы кісі таң қалып, жаңа ғана сенің алдыңда біреу осылай айтып өліп кетіп еді дейді. Көрдіңіздер ме? Яғни Алланың махаббаты жарысуға тұратын нәрсе. Алланың махаббаты түнгі намазға бізді тұрғызатын нәрсе. Алланың махаббатына ие болу деген бізді таң намазына оятатын нәрсе. Қашан біз осы махаббатымыз азайғанда, әлсірегенде, біз намаздарымыз қаза бола бастайды. Өйткені біз не істеп жатырмыз? Біз намаздың иесін не деген махаббатымыз азайып бара жатыр. Сіз күйеуіңізді жақсы көрем деп тұрып, сіз оған ешқашан измена жасамайсыз ғой. Мысалы, сіз күйеуіңізді жақсы көрем деп тұрып, ешқашан оған қарсы шықпайсыз ғой. Тура сол секілді біз Алладан өзге біреуді артық қойып қойғанымыз, бұл Алланы жақсы көрем деп тұрып, Аллаға измена жасағанымыз екен да. Қазіргі тілмен айтатын болсақ, кәдімгі айтасыз: ой, Алланы жақсы көремін, жақсы көремін, бірақ ана жаққа барасыз, намазыңызды қаза қыласыз. Ой, Алланы бүйтем, мен Алланы сөйтем деп жүресіз да, мына жаққа келіп алып, ана жаққа барып арақ ішіп жатқандар бар, темекі шегіп жатқандар бар, тек қана жүрегім таза деп. Таза жүрек, ол жүректің иесі Алла болғандықтан, ол Алланы аңсайды екен. Кейде адамдар депрессия, стресске түсіп жатады. Неге? Өйткені ол рухын тойдыра алмады да. Ал тәнін тойдырып жатыр, ол бетін бояп жатыр, тамақ беріп жатыр, саунаға барып жатыр, тойдырып жатыр тәнін. Бірақ мына рух аш болған кезде адам стресс, депрессия, тағы басқа нәрселерге бейім келеді, қыздар. Ал сіздің жүрегіңіз махаббатқа толы болса, ол стресске түсу мүмкін емес. Күйеуімен күшті қарым-қатынаста жүрген әйел не істей ме? Депрессияға түсе ме? Түспейді ол. Қашан осы қарым-қатынас әлсірегенде, нашарлағанда, бәрін жек көре бастап, ол не істейді? Депрессия, стресске жалғыз қалғысы келіп түседі. Сонымен біз не істейміз? Бұл айтқанда осы Алланың махаббатына ие болудың жолдарын білу.
Қыздар, мен қазір зарядкамды әкеп алайын, я. Яғни біз не істей бастаймыз? Бір мысал келтірейін тағы да сіздерге. Айталық. Мен соны сіздерге жасайын, иншалла. Білмеймін қалай жасайтынымды, бірақ қараңыздар. Мен иншалла осы 5 күндік семинардан кейін 5-ші күні Алла қаласа мен сіздерге бір конкурс жасаймын. Әлі білмеймін қандай конкурс екен. Бұл идея қазір келіп жатыр маған. Сіздердің біреуіңізбен, иншалла, мен сіздердің біреуіңізді, сол конкурста жеңген біреуіңізді мен иншалла шайға шақырам. Кездесуге шақырам. Жеке, Алла жазса, сол кісімен кездесіп, танысып, айтқан кезде тіл табысып, бір күнімізді, енді азынан кешке дейін болмаса да, бір күнімізді бірге өткіземіз. Қалайсыздар ма осы нәрсені? Осы конкурсты жасасам. Мен өзімнің атымнан шақырып, өзім шайын алып беріп, Алла қаласа, бұл айтқанда, сол кісінің жағдайын жасайтын болам. Керемет жаңалық, Енді ойлаймын, керемет жаңалық шығар деп. Өйткені мен үшін, мен ұстазым солай айтса, маған керемет жаңалық болар еді. Енді осы жерде қараңыздар. Алла тағала сіздерді шақырса ше? Мен емес, Алла тағала сіздерді өзімен кездесуге шақырса. Сіз баратын бедіңіз. Бірақ Алла тағала бізді күнде, кемінде 5 уақыт өзімен кездесуге шақырып жатыр. Өзімен тілдесуге шақырып жатыр. Кеше сәждені де сіздерге тапсырма қылып бергенім осы еді. Яғни біз Алламен кездесуді жақсы көретін болсақ, онда Алла тағала да бізбен кездесуді жақсы көреді екен. Сіздер айтып отырмын, мен секілді бір, өздеріңіз секілді, негізі бір керемет, қиын емес менімен кездесу. Бірақ соның өзі сіздер үшін абырой болуы мүмкін. Бірақ әлемдердің Раббысы Алла тағаламен кездесу қандай болады? Егер кім дейді, ғалымдар айтады, бұл дүниеде Алламен кездеспесе дейді, ол ақыретте де, қияметте де кездесе алмайды дейді. Яғни кім осы дүниеде Алламен кездесейінші деп ықыласпен намазға тұрғатын болса, яғни сол кездесудің осы дүниедегі дәмін сезетін болса, ол міндетті түрде қияметте Алла тағаламен кездеседі дейді. Сонда қарап көріңізші, Алла қандай субханалла сізбен бізге сый дайындап жатыр. Өйткені жәннаттан да үлкен сый бар дейді жәннатта. Ол Алланы көру екен. Сіз Алланы көруіңіз мүмкін. Бірақ егер біз нәпсімізге еріп, намаздарымызды қаза қылып, күнәға бататын болсақ, сол көру нығметінен айырылуыңыз мүмкін. Сол көру нығметіне жете алмай қалуыңыз мүмкін екен. Ең бірінші жаңағыдай намазға ерінген кезде, ең бірінші жағдай бір болады, шаршадым, біттім деген кезде соны ойлаңыздаршы. Сіз Алламен кездеспей қалуыңыз мүмкін. Немесе күнәні оңай жасап жүрген кезде сіз Алланы көре алмай қалуыңыз мүмкін екендігін ойлаңызшы. Ал бірақ керісінше, сіз сол намазыңыз үшін Алла тағаланы ертең кездесу мүмкіндігі туатынын ойлаңызшы. Алланы көресіз. Бұл дүниеде біз көре алмаймыз, бірақ ақыретте, жәннатта бізде көру мүмкіндігі болады екен. Бұл хақ. Алла тағаланы көру хақ. Бірақ тек қияметте. Алғандар не деді? Бұл дүниеде көрмеген, бұл дүниеде кездеспеген адам қияметте кездесе алмайды.
Сондықтан ең бірінші Аллаға деген махаббатты арттырудың жолы ол Алламен кездесуді, Алламен тілдесуді, яғни намазды, Алла жақсы көретін нәрселерді не істеу? Жақсы көру болып табылады екен. Алланың, былай айтқан кезде Аллаға деген махаббатты арттырудың жолы осы екен. Енді сіздерге сұрақ. Тағы да қалай біз біреуді жақсы көруімізге болады? Біреуге деген махаббатымызды арттыру үшін біз не істеуіміз керек? Оны тануымыз керек. Тіпті қазір сіз Алла тағаланы көруді аңсауыңыз үшін тіпті сізге не керек? Алла тағаланы тануыңыз керек. Сіз танымайтын, мысалы айталық, қазір эфирге біреу кірді да маған, мен танымайды, просто кіріп көрді. Мен үстіп айтып жатырмын оған, кездесуді кім қалайды деп айтып жатсам, ол кісі не істейді? Ойбу, не істеймін ол мен кездесіп? Дейді да шығып кете салады. Неге? Өйткені ол мені танымайды, мысалы. Өйткені оның жүрегінде маған деген махаббат жоқ. Тура сол секілді, егер біз Алланы танымайтын болсақ, Алла тағаланы туралы білмейтін болсақ, Алланың мейірімін сезбейтін болсақ, онда біз онымен кездесуді де қаламаймыз. Онда біз намазғыда да не істеймін Алламен кездесіп деп айтамыз. Сондықтан, егер біз Алланы дұрыс танитын болсақ, Алла тағаланы жақсы көретін болсақ қана біз онымен кездесуді жақсы көреді екенбіз. Себебі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, кімде-кім Алламен кездесуді жақсы көрсе, ол құлмен Алла да кездесуді жақсы көреді деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, сендер өлімді жақсы көрмейінше Алламен сендер Алланы жақсы көрмейсіңдер, өлімді жақсы көрмейінше деді. Яғни өлім біздің Аллаға негізі жақындататын жол, бірақ біз көбіміз өлімнен қорқамыз. Өлуге дайынсың ба десем, біз не істеуіміз мүмкін? Бұл деген барып самоубийство жасау емес, қыздар. Өлімге дайынсың ба десе, әлі дайын емеспін деуіміз мүмкін. Қашан біз дайын боламыз? Біз 40-қа келгенде немесе арғы күні біз айта аламыз ба? Міне мен бүгін дайынмын, мен өлтіре бер деп. Бізге ешқашан олай дайын болмаймыз. Сондықтан бұл жерде әрдайым біз өлімнің артында тек қана нені білуіміз керек? Алламен кездесу бар екендігін ғана білуіміз керек. Бірақ қандай ол кездесу болады? Ол сізді тозаққа лақтыратын кездесу бола ма? Әлде жәннатқа сүйрейтін кездесу бола ма? Оны сіз бен біз шешеміз. Сондықтан Алламен кездесуді жақсы көру үшін біз Алла тағаланың өзін тануымыз керек екен. Ал тану екі жолмен болады. Кеше айтып кеткеніміздей, ол біріншісі Алла тағала әлемнің жаратылысына қарап тану, әлемнің сұлулығына қарап Аллаға ғашық болу, Екіншісі ол Алла тағаланың Құрани кәрімінде айтылған Алланың есім сипаттары арқылы тану. Яғни сіз біреуді, мысалы айталық, Айнұрстаз жомарт, Айнұрстаз нандай, Айнұрстаз нандай деген естісеңіздер, сіздер не істей бересіздер? Жаңағыдай махаббаттарыңыз арта береді. Ал енді егер де сіздер ондай менің сипатымды білмесеңіздер, кім дейсің ол Айнұрстаз, анау ма инстаграмда жүрген ба дейсіздер да қоя саласыздар. Сондықтан Алланы тану арқылы болады екен махаббат. Яғни Алланы тану арқылы, Алланы тану екі жолмен болады. Ол бірінші жаратылысқа қарап тану, тәфәккур деп кеше эфирде айтқанымыздай. Екіншісі Құрандағы есім сипаттарын білу арқылы болады екен. Қыздар, мен ертең мүмкін әлі араларыңызда тыңдамағандар болар, мен алдында Алла тағаланың көркем есімдері деген 10 есімін түсіндіретін марафон жүргізгем. Мен ертеңнен бастап сол күнде бір есімін Алла жазса телеграм каналыма салам. Қаласаңыздар сол жақтан Айнұрстаз деген телеграм каналынан алып тыңдасаңыздар болады. Яғни біз Алла тағаланың есімдерін құр жаттамауымыз керек. Алла тағаланың есімдерін біз не істеуіміз керек? Түсініп жаттауымыз қажет екен. Үшіншісі бұл, біріншісі біз не дедік? Алламен кездесуді жақсы көру. Ол кемінде намазды жақсы көру дедік, Алламен кездесу. Екіншісі ол не? Алла тағаланы тану дедік. Аллаға деген махаббатты арттырудың жолдары. Үшіншісі ол Құранды зер салып оқу. Шын мәнінде Құранды зер салып оқыған адамның Құранның Алланың сөзі екендігін білмеуі мүмкін емес. Құранға ғашық болмауы мүмкін емес екен. Төртіншіден, бұл не? Парыз етілген амалдардан кейін нәпіл амалдарды көптеп жасау.
Яғни сіз нәпіл амалдарды, мысалы духа намазы бар ма, ораза бар ма, нәпіл садақа бар ма, көршіңізге жақсылық жасау, пайғамбарға салауат айту, осындай яғни қандай ізгі салихалы жақсы амалдар бар, сол амалдарды жасау бізге махаббатымызды арттыруға не істейді екен? Көмегін, пайдасын міндетті түрде тигізеді екен. Және де Аллаға деген махаббатымызды арттырудың жолдары оны әрдайым есімізге алып жүру. Яғни сіз әрдайым тіліңізбен еске аласыз. Яғни субханалла, альхамдулиллах, ла илаха иллаллах деп айту арқылы кәдімгідей Алла тағаланы есіңізге аласыз. Және де Алла тағаланы денемен еске алу. Яғни ол не денемен еске алу деген? Мысалы қажылыққа барсаңыз, сіз денемен еске аласыз. Алла тағаланың жолында мысалы садақаны таратсаңыз, денемен еске алып жатсыз. Намаз оқысаңыз да денемен еске алып жатсыз. Сонымен қатар жүрекпен еске алу. Сіз ауызыңызбен айтып субханалла айтпауыңыз мүмкін, жаңағыдай намаз оқымауыңыз мүмкін, бірақ сіздің жүрегіңізде Аллаға деген сенім, Аллаға деген махаббат, Аллаға деген тәуекел әрдайым болады. Сіздің көзіңіз қанжылап жатса да, жүрегіңізде Аллаға деген разылық болады. Көрдіңіздер ме? Осы нәрсе жүрекпен Алланы еске алу деп аталады екен. Сонда сіздің тіпті осылай, мысалы, эфирді тыңдап отыруыңыздың өзі, немесе мен эфирді айтып жатуымның өзі, бұл Алланы еске алу болып саналады. Өйткені біз қазір Алланы не істеп жатырмыз? Зікір етіп жатырмыз. Қазақша тілінде, бірақ Алланы зікір етіп жатырмыз. Келесі бұл не істеу? Алла тағаланың берген нығметтеріне зер салу. Алла тағаланың беріп жатқан, саған істеп жатқан жақсылықтарын еске алу дейді. Яғни Алла тағаланың сізге көрсетіп жатқан мейірімін еске алу. Мысалы, сіз бір адамның сізге істеген жақсылықтарын еске алу. Мысалы, қиналған кезде маған көмектесті, квартирам төлей алмай жатқанда көмектесті деп сіз әрдайым ол адам жақсылығын айтатын болсаңыз, сіз не істейді екенсіз? Яғни Алла тағаланың жақсылығын айту арқылы, Алла тағаланың жақсылығын есіңізге салу арқылы, есіңізге алып отыру арқылы Аллаға деген махаббатты арттыруға болады екен. Ол өте көп жақсылық. Сондықтан шүкір дәптері, немесе дневник, өте жақсы нәрсе. Мен өзім оны жазуды именно қолға алмағандықтан сіздерге тапсырма қылып бере алмай тұрмын. Бірақ кім жазуға жақсы болса кәдімгідей, мысалы, бүгін Алла маған мына нәрсені берді. Бүгін Алла тағала маған мына нәрсені берді. Аллахым саған мына нәрсеңе шүкір. Мысалы, жаңағыдай элементарны, базарға аман есен барып келгеніме шүкір. Базарда мені біреу ұрлап кетуі мүмкін еді. Енді қараңыздаршы, осы жерде қиындық болған болуы мүмкін сіздің басыңызда бүгін. Бірақ сіз одан да қиын болуы мүмкін еді. Одан да жаман болуы мүмкін еді. Бірақ Алла мені сондай жамандықтан сақтап қалды деп біз не істеуіміз? Алланы жақсылығын еске алуымыз. Ал біз көбіне қараңыздар, біз бір ай, мысалы 365 күн, 12 ай сау жүреміз. Сөйтеміз да 12 айдың ішінде бір ай ауырып қалсақ, немесе бір апта ауырып қалсақ, біз не істейміз? Бір ай болды ауырып жатқаныма, жазылатын түрі жоқ, ана дәрін іштім, мына дәрін іштім деп шағым айтамыз. Бірақ біз ешқашан мен 11 ай сау жүрдім да, бір ай ауырдым деп ешқашан айтпайды екенбіз. Сондықтан біз осы нәрсені керісінше жасап үйренуіміз керек. Мысалы, қолыңызды кесіп алдыңыз да, қараш, қолымды кестім демейсіз сіз. Альхамдулилля, мен саусағымды тіліп алдым, бірақ менің қолым сап-сау деп айтасыз да. Көрдіңіз ба? Яғни бұл не? Алланың жақсылығын еске алу. Сіз 100 000 теңгеңізді жоғалтып алсаңыз, сіз шүкір етіңіз, сіз деніңіздің сау екеніне. Басыңыз ауырып жатса, қолыңыздың сау екеніне шүкір етіңіз. Яғни ол өйткені бекерден бекер сізге не істеп жатқан жоқ, болып жатқан жоқ екен. Яғни осы нәрселерді жасау арқылы біз не істей аламыз? Және соңғысы бұл ізгі, салихалы, Алланы көп еске алатын адамдармен бірге отыру. Сондай адамдарды қажет болса іздеу, әсіресе бүгінгі күні WhatsApp топтары көп, мысалы, Құран хатым топтары көп. Ешкіміңіз жоқ деген кезде сіз сондай топтарға қосылып алыңыз. Немесе бір сондай үйрететін курстар бар, не істейді олар? Онлайн болса да, бірақ сіздер ұзақ уақыт бірге жүру арқылы не істей аласыздар? Бір-біріңізге бауыр басып қалуларыңыз мүмкін. Әрдайым жақсы нәрселерді үйретіп, жақсы. Өйткені
ізгі шынайы адамдармен бірге отыру ол міндетті түрде сізге пайдасын береді екен. Яғни жақсы дос ол міндетті түрде сізге не істейді? Әтір сататын адамға ұқсайды дейді. Сіз әтірді сеппесеңіз де ол жаңағы досыңыздың үстіндегі әтір бәрібір сізге сіңіп қалады дейді. Сондықтан осындай ізгі адамдарды тауып, міне мысалы эфирлер болсын, әйтеуір сондай нәрсеге жабысып, ізгі адамдармен біз не істеуіміз керек? Амал, қарым-қатынас ұстауымыз керек. Және де Аллаға махаббатты арттырудың ең үлкен жолы бұл әрине дұға болып табылады. Алла Тағаладан сіз сұрайсыз: я Раббым, маған өзіңді дұрыс жақсы көруді үйретші. Раббым, сен жақсы көретін адамдарды ғана жақсы көргізіп қойшы. Сен жақсы көретін, разы болатын амалдарды ғана маған істетіп қойшы, я Раббым, деп сіз осылай Алладан кәдімгі қазақша тілеңіз. Жақсы көре алмай жатсаңыз, сол махаббатты сұраңыз. Мысалы, сіз бір жігітті немесе күйеуіңізді былай айтқан кезде жақсы көргізе алмай жүрсеңіз, я Алла, сол жігіт мені жақсы көріп қалсыншы деп біз сұраймыз ғой. Тура сол секілді, Аллахым, сен маған өзіңді жақсы көруді үйретші. Сен маған өзіңді дұрыс жаңағыдай тануды үйретші. Мені жақсы көретін амалдарды, өзің разы болатын амалдарды жасауымды нәсіп етші деп сіз қазақша кәдімгідей Алладан сол махаббатын сұрап алыңыз. Ол махаббатты да бізге беріледі екен. Енді Алла Тағала құлына разы болса, ол міндетті түрде оны не істейді екен? Құлына разы болғандығының белгілері бар екен. Бұл белгісі бірінші, Алла Тағала ол адамды дүниеге беріліп кетуден қорғап тұрады екен. Яғни сізді не істейді Алла Тағала? Әрдайым дүниеге беріліп кетуден қорғап тұрады екен. Мысалы, сіз айталық бір қымбат зат алайын деп тұрсыз. Немесе қайта-қайта жаңағыдай ана алтынды алдыңыз, ананы алдыңыз деген секілді. Ал Алла Тағала сізді сондай дүниеге беріліп, дүниенің құлы болып кетуден сізді сақтап тұрады екен. Және де Алла Тағала бір құлына разы болса, ол адамды күнәдан сақтап қояды екен. Яғни халал мен харамды ажыратып қояды. Күмәнді жүрегіне салып, мынау халал ма, харам ба, осындай бір ақ пен қараны ажырататын бір не беріп қояды екен. Сонымен қатар Алла Тағала бір адамды жақсы көрсе, оған разы болса, міндетті түрде сынақ жібереді екен. Яғни сіздің басыңызға келіп жатқан сынақ, ол Алла Тағала сізді жек көргендіктен бермейді екен. Керісінше Алла Тағала сізді жақсы көргендіктен ол сынақтарды не істейді екен? Сізге береді екен. Сонымен қатар ол адам дейді, Алла кімге разы болса, жер бетінде жұмсақ әрі сыпайы болады дейді. Яғни Алланың құлының мүмкін емес дөрекі, сондай залым болуы мүмкін емес дейді. Сонымен қатар Алла Тағала кімге разы болса, оған ізгі, салихалы жан тапсыруды, ізгі өлімді нәсіп етіп қояды екен. Мысалы, бір адамдар болады, сәждеде қайтыс болып жатады. Бір адамдар Құран оқып отырып қайтыс болып жатады. Мысалы, Абдуғафар ұстазымыз мысалы, қандай керемет өліммен кетті, калимасын айтып кетті. Яғни осындай ізгі өлімді Алла біреуге нәсіп етіп қойса, ол да Алланың ол құлына разылығын көрсетеді екен. Сондықтан Алла Тағаланың сүйікті, Алла Тағаланың жақсы көретін құлынан болғымыз келсе, біз осы амалдарды жасауымыз керек екен. Және бұл амал, міне бүгін мен Алланың сүйікті құлы болдым, бойларыңыздан сипаттарды көріп алып, мен Алланың сүйікті құлы екенмін ғой деп, яғни өз-өздеріңіз тастап жібермеңіздер. Өйткені Іблісті де білесіздер, ол не істеді? Іблісте Алла Тағаланың сүйікті тақуа құлы еді. Бірақ сынақ келіп еді, ол не істеді? Тайып кетті да, мәңгілік тозақи болды да. Тіпті үміті жоқ оның жәннатқа. Сондықтан біз әрдайым не істеуіміз керек екен? Әрдайым жан тапсырғанға дейін біз осы Алланың махаббатына ие болудың жолдарын жасауымыз керек екен. Сонда сіз Алланы жақсы көріп намаз оқитын болсаңыз, Алланы жақсы көріп ораза ұстайтын болсаңыз, Алланы жақсы көріп, былай айтқан кезде, құлшылық жасайтын болсаңыз, онда сол амал бізге не болады екен? Оңай келеді екен. Сол амал бізге ықыласымызға міндетті түрде әсер етеді
екен. Сондықтан, құрметті қыздар, құрметті апайлар, міне мен сіздерге кіріспесін бердім. Ары қарай бұл Аллаға деген махаббат туралы негізі том кітаптар жазылғанда. Сондықтан ары қарай осыны дамытып, жаңадай бекер, ой, эфир күшті болды деп қалып кетпейтіндей дәрежеде жаңағыдай арттыруға тырысыңыздар. Бұл практикалық амал бүгін ғана жасалатын амал емес, бұл өмір бойы жасалатын амалдар. Қыздар, осы эфирлерді тегін беріліп жатыр, алдағы уақытта мен ақылыма қылып жасаймын тура осы нәрселерді. Не үшін? Егер қадірін білмесеңіздер. Сондықтан барынша шамаларымыз келгенше міне айтылып жатқан практикалық амалдардың барлығын орындап, құрметті қыздар, құрметті апайлар, құрметті апалар, эфир сақталады Алла қаласа. Не істеу? Амалға асыру. Альхамдулилля. Маған белгілер келіп жатыр, эфирді аяқтау керек деген. Алла жазса, ертең Құран бақшасы осы парақшада Алладан енді бүгін Алланың махаббаты, мейірімі туралы айттық қой. Біз осындай мейірімі, махаббатын естіген кезде негізі біз көбіне үмітіміз артып кетеді, біз қорқуды ұмытып кетеміз. Сондықтан ертеңгі дәрісте біз Алла қаласа Алладан дұрыс қорқуды және Алладан дұрыс үміт ету, ол қалай болады деген тақырыпты қозғайтын боламыз. Жаңа айтып кеткен мүміннің 3 жаңағы несі, жүрегінде болуы керек міндетті сезім, бұл махаббат, үміт пен қорқыныш. Біз бүгін махаббат туралы айттық, жеткіздім, ашалдым деген үміттемін. Ертең Алла қаласа осы қорқыныш пен үміт қалай болу керек? Біз қалай равновесие дейді ғой, жаңа тепе-теңдікті ұстануымыз керек. Осы нәрсе туралы Алла жазса айтатын боламыз 22:00-де, ал 21:00-де Алла жазса Құран бақшасы парақшасында ертең Құран жаттаудың артықшылығы, Құран жаттаудың жолдары туралы айтатын боламыз, иншалла. Енді Алланың қалауымен Алла Тағала бір жағынан сіздерге де бізге де сынақ әрі нығмет қылып, бір эфирден кейін бір эфирді жасауды бұйырыпты. Осылай қатарынан келіп жатыр. Бірақ иншалла барынша 3-4 күн шыдай тұрасыздар, кеш жату, немесе жаңа басқа да жұмыстарыңыз кішкене қоя тұрып деген үміттеміз. Иншалла бір жағдайлар болып қалмаса, ол эфирлер міндетті түрде сақталады. Сондықтан Алла Тағала бізді өзінің сүйікті, сондай өзінің махаббатына ие болған құлдарынан етсін. Алла Тағала бізді тек қана жақсылыққа бастап, тек қана ізгі, салихалы, өзі разы болатын амалдарды жасауымызды баршамызға нәсіп етсін. Субханакаллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк. Иншалла эфир пайдалы болған болса, онда жүрекшелеріңізді, лайктарыңызды қалдырып, қыз келіншектерді тағы да шақыруды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз бар болса, комментарийге қалдырсаңыздар болады. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ертең кездескенше.